Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Нұргүл, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді, оңай жасалатын кесе самса жасайтын боламыз. Сол үшін видеоны соңына дейін қарауды ұмытпаңыздар. Ең әуелі ыдысымызға су құйып, жарты ас қасық тұз салып, тұзы ерігенше араластырып аламыз. Үстінен 3 ас қасық ерітілген сары май саламыз. Қажетінше ұн қосып, жұп-жұмсақ қамыр илеп дайындап аламыз. Ұнды міндетті түрде електен өткізуді ұмытпаңыздар. Қамырымыз жұмсақ, қолға жабыспайтындай болып шығады. Міне біздің қамырымыз дайын. Қамырымызды 15 минутқа демалуға қойып қоямыз. Осы арада салмасын дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге ет, қызанақ, пияз, картоп және бұрыш қажет болады. Ең әуелі етімізді жақсылап жуып, текшелеп, майдалап, турап дайындап аламыз. Мен жылқы етін пайдаландым. Қой етін, сиыр етін пайдаланып жасап көрсеңіздер болады. Етті текшелеп, турап дайындап аламыз. Міне біздің етіміз дайын. Келесі пиязды турайтын боламыз. Пиязды да майдалап, текшелеп тураймыз. Достар, егер менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қойуды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта сіздермен түрлі рецептермен бөлісіп отыратын боламын. Келесі бұрышты да майдалап текшелеп тураймыз. Картопты да текшелеп тураймыз. Достар, егер самсаға картоп қосқанды ұнатпасаңыздар, қоспасаңыздар да болады. Сонан соң қызанақты да майдалап, текшелеп тураймыз. Салмасы сулы, сорпалы болып шығады. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Барлық туралған көкөністерді ыдысымызға салып, етімізді қосып, татымына қарай тұз, дәмдеуіштер қосамыз. Мен осылай самсаға арналған дәмдеуіш пайдаландым. Сонан соң 2 ас қасық сұйық май қосып, жақсылап біркелкі болғанша араластырып аламыз. Осымен біздің салмамыз дайын болды. Демалып, дайын болып тұрған қамырымызды алып, бірдей теңдей 6 бөлікке бөліп аламыз. Біз 6 кесе самса дайындайтын боламыз. Достар, описание бөліміне қажетті заттардың мөлшерін қалдыратын боламын. Сол жерден көбейтіп, немесе азайтып жасасаңыздар болады. Қамырларымыздың барлығын дөңгелектеп дайындап аламыз. Сонан соң шай тамақ ішетін кесемізге дайын салмамызды бірдей етіп 6 кесеге бөліп, салып дайындап қоямыз. Үстінен бір тілім сары май қосып шықтым. Келесі қамырымызды дөңгелектеп, жұқалап жайып аламыз. Осы аралықта пешімізді қыздырып қоюды ұмытпаймыз. Жайылған қамырымызды кесеміздің бетіне тура видеодағыдай жайғастырып,
жан-жағын жабыстырып дайындап аламыз. Барлық кесе самсаларымызды осылай дайындап аламыз. Сонан соң үстіне жұмыртқаның сарысын жағып, әсемдік үшін күнжіт сеуіп қойсаңыздар болады. Дайын кесе самсаларымызды қызып тұрған пеште 180 градуста 50-60 минут пісіріп аламыз. Міне біздің кесе самсаларымыз дайын болды. Самса плюс сорпа өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайтыны сөзсіз. Салмасы 100% піскен, сорпалы болып шығады. Өте керемет. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ас болсын.